14 миллиард теңге елімізде энергия сататын компаниялардан тұрғындардың шеккен залалы осындай. Тариф мәселесінің ушыққаны сонша қауіпсіздік кеңесінде талқыланды. Армысыздар, бүгін мінберде тариф тақырыбын талқылаймыз. Студияға келген мамандарды тани отырыңыздар. Жангелді Шымшықов, экономист, Ақтілеу Бекмұратов, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі электроэнергетикасы саласындағы реттеу басқармасы басшысының міндетін атқарушы. Бауыржан Исабеков, экономика ғылымдарының докторы. Болат Тұяқбаев, энергетика министрлігі электроэнергетикаға инвестициялар басқармасының бас сарапшысы. Қош келдіңіздер. Сонымен қатар тағы да бірнеше адамды қосымша шақырып, сұрақтарға нақты жауап алмақ ойымыз бар. Олар Дәмір Тоқтамысов, ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің басқарма басшысы. Тұрсын Жақпарова, Әділет Астана қаласының тұтынушылар құқығын қорғау қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары. Айдос Дәрібаев, энергетика министрлігі электроэнергетика саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру департаменті директорының орынбасары. Қош келдіңіздер. Қауіпсіздік кеңесі кез келген мәселені талқылай бермейді. Президент бас прокуратураға тапсырма берген, олар тарифті тексерген, алапат заңсыздықтарды анықтаған. Мұның екі түрлі себебі бар. Президент жолдауына саналы түрде қарсы болу немесе жауапсыздық пен салақтық. Екі себепті де қылмыс деп санаймын, деді президент. Экранға назар аударыңыздар. Президент тапсырмасы бойынша жүргізілген әлеуметтік сауалнама халықты мейлінше лаңдатып отырған коммуналдық қызмет бағасы, медициналық қызмет пен білім беру сапасының төмендігі секілді 6 мәселені анықтап берген. Соның ішінде коммуналдық қызметтердің тарифі бірінші орында тұр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын реттеуді елбасы қазан айындағы жолдауында тапсырған еді. Мен жолдауымда айттым. Халықтың әл-ауқатын көтереміз деп жолдауға әрі арнап, ең кіші жалақыны көтереміз дедік. Үй саламыз дедік, жол саламыз дедік, газ тартамыз дедік. Барлығы халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру үшін. Соның ішінде мен мына мәселелерді айттым. Осындай тексеріс болды. Халықтың ішіндегі көпшіліктің ойындағы жүрген қиналатын мәселе осы деп. Сондықтан мен мына коммуналдық қызмет жөніндегі шаруаны бас прокурорға тексеруге тапсырма бердім. Тексеруді бастаған бас прокурор жаға сатарлық деректерді анықтаған. Мәселен, монополистер инвестициялық шығындарға қажет деп мемлекет есебінен 1 триллион теңге алғанымен тозығы жеткен құрал жабдықтар мүлдем жаңартылмаған. Сондай-ақ энергетика министрлігі энергия өндіретін кәсіпорындарға мониторинг жүргізбеген. Ұсынылған есеп-қисаптың дұрыс-бұрыстығын тексермеген. Решение об утверждении завышенных тарифов 2009-2015 жылдарға арналған инвестицияның орнына тариф бағдарламасы сол қалпында қала берген. 2016 жылы тариф төмендетілуі тиіс болатын. Алайда өндірушілер энергияны қосарланған ставкамен, яғни бұрынғы жоғары тарифпен жеткізуін жалғастырып келген. Бұл энергетикалық компаниялар тұтынушылар есебінен заңсыз пайда тауып келген деген сөз. Тексеру нәтижесінде энергия жеткізуші компаниялар 14 миллиард теңге, ал энергиямен қамтушы мекемелер 15 миллиард теңге халыққа шығын келтірген анықталған. Алпауыттар қызмет құнына түрлі сыйақы, бонус, несие төлемдерін, іс-сапар және өзге де шығындарды заңсыз қосып отырған. На конкретные вопросы, когда от этого страдает население. Егер тариф өсімі қолдан жасалса, яғни нақты экономикалық есептеусіз іске асырылса, бұл әр отбасына артық шығын қалтасын қағады. Бұл менің жолдауымдағы басымдықтарға қайшы келеді. Жолдаудағы жүктеген міндеттерді жете түсінбеген және оны орындауға қауқарсыз мемлекеттік орган басшыларының мемлекеттік қызметтегі жұмысы орынсыз. Қызметіне адал қарамайтын монополистер жауапкершілікке тартылуы тиіс. Мұндай заңсыздыққа елордалықтарда тап болған. Бас қаланы энергиямен қамтитын жалғыз Астана-Энергосбыт негізсіз тарифтің арқасында тұтынушылардың 3 миллиард жуық теңгесін иемденген. Монополистер халықтың қалтасын қағудың сан түрлі жолдарына барған. Мәселен, Алатау Жарық акционерлік қоғамы төтенше жағдай болуы мүмкін деген желеумен тарифті көтеріп 1,4 миллиард теңге артық қаржы жинап алған. Оған жергілікті төтенше жағдайлар департаменті мен монополияға қарсы құрылым қолғабыс етеді. Ничего не случилось, возможно случившееся, давайте поднимем тарифы. А вы куда смотрите? Ну, Саныч, это законом установленные требования, то есть мы руководствовались рамками закона. Здесь просматривается сговор. Ты повысишь тариф, я тебе потом подмажу. Я по-другому не знаю, нет другой основы нет. Для чего?
А вдруг случилось? Случилось или нет это все? По факту нет. Ну вот, а деньги получили. И куда ты смотрел? Русланович, это... Ну как так? Это все человеческое же. Это же чисто такой субъективный момент, когда мы должны знать. Нету, ну, ничего не случилось. Ни землетрясения, ни наводнения, ничего. А тарифы подняли, деньги получили монополисты. Қайрат Қожамжаров лауазымды тұлғаларға қатысты қызмет бабын асырап пайдалану және немқұрайлық фактілер бойынша 7 қылмыстық іс қозғалғанын жеткізді. Полномоченные органы, которые обязаны этим заниматься, бездействуют. Бұл жұмыстармен айналысуы тиіс өкілетті органдар өзінің қауқарсыздығын көрсетіп отыр. Тарифті қалыптастыруда тәртіпсіздік барын көрдік. Ешкім салаға қажетті бақылау жасап жатқан жоқ. Бәрінен бұрын осы мәселеге ұлттық экономика министрлігі тиісті деңгейде назар аудармауда. Оған бағынышты монополияға қарсы ведомство өкілдері өз жұмыстарын еңсере алмай жатыр. Президент тарифтерді заңсыз көтерген монополистерді жазалауды талап етті. Сондай-ақ өз жұмысына салғырт қарап, жауапсыздық танытқан табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасына сөгіс жариялады. Ты можешь исправить это все? Да. Или мына жұмыстан кетесің бе? Тогда ограничимся объявлением выговора. Елбасы жыл соңына дейін Қазақстанда электр энергиясы құнын төмендетуді тапсырды. Сондай-ақ енді тариф мәселесі қоғамда ашық талқыланып, жұмысына салғырт қарап бағаның негізсіз көтерілуіне жол бергендерде жазасыз қалмайды. А я вот буду поддерживать деятельность Генпрокуратуры, что он доведет дело до конца и будет уголовно ответственность. Вообще-то по делу и Божумбаев, и Минэкономики, и антимонопольные все заслуживают сегодня очень сурового наказания. Поскольку он работает недавно, и этот тоже, Божумбаев отвечает за другие отрасли, значит, всех предупреждаю. В следующий раз будут приняты организационные меры. Сонымен өздеріңіз естідіңіздер, көрдіңіздер. Мәселе Ақордада талқыланды, қауіпсіздік кеңесіне дейін жетті. Біз бұған қалай жеттік? Жангелді аға. Енді сәл-пәл тарихқа тоқталайық. Теориялық негізде біз неге социализмнен бас тарттық? Социализмде бәсеке болған жоқ. Ең бірінші кезектегі мәселе мынау бүкіл нарықтық өзгерістердің барлығының түпкі мәні демонополизация деп аталған. Біз оны ұмытып кеттік, шын айтқанда. Демонополизация деген бәсекені қолдау, бәсекені дамыту, монополияларды шектеу. Сондықтан да бізде ең бірінші болып 90-шы жылы монополияға қарсы күрес комитеті құрылған. Одан кейінгі кезеңде бізде агенттік жұмыс деген, агенттік дегеннің былайша айтқанда құзыры анағұрлым кең комитеттен. Комитет министрлікке бағынатын болса, агенттіктің тәуелсіздігі көбірек. Ал агенттік кезінде әрине монополияларды ауыздықтау, доминанттарды тіркеу, доминанттарды жазалау, тағы басқа тарифтерді реттеу анағұрлым жемісті жүзеге асырылып келді. Енді осыдан 3-4 жыл бұрын апарып бүкіл агенттіктерді комитет қып, неге министрлік ұлттық экономикаға бағындырып жіберді. А бағынышты комитет бұрынғыдай құзырлы әрекет жасай алмайды. Мысалы, Америка Құрама Штаттары ғой бірінші болып монополияға қарсы күресті бастаған. Онда федералдық сауда комиссиясы ол бүкіл монополияны шектеумен және бәсекені дамытумен айналысады. Міне ол тікелей президентке бағынады. Ол ешбір үкіметке, министрлікке бағынбайды. Сондықтан да ол анау алпауыт Билл Гейтстің өзін 92 миллиардын жұлып алып 62 миллиардқа түсірген. Бізде сондай жүзеге асыра ала ма біздің комитетіміз? Бірінші мәселе құзырда дейсіз ғой сонда. Құзырлығында, оған берген, былайша айтқанда жаңағы полномочия дейміз ғой, өкілеттілігі кем болғаннан кейін, комитет болып қалғаннан кейін, осыдан 3-4 жыл бұрын, ол бұрынғыдай жаңағы
қатты әрекет жасай алмай қалды. Бұрын бұл монополияны шектеу, антимонополиялық комитет қаншама аудандық, облыстық деңгейде, республикалық деңгейде неше бір оқулар өткізетін. Бізді шақырып, біз оларға көптеген жаңағы білімей, ғылыми мәселелерді көтеретін бізді. Соңғы кездері ондай ештеңе естілмейді. Көрдіңіз бе? Бұл енді жаңағы монополияға қарсы күрестің бәсеңдеп қалғанын, және біз әуелдегі мақсаттың бәрінен тысқары кетіп бара жатқанымызды ауытқығанымызды білдіреді дейсіз ғой. Иә, сонымен қатар енді осы соңғы жолдауында 5-ші мына қазанда президентіміз айтты, мынау экономикалық өсудің басқа бір үлгісін, моделін іздестіру қажет деген мәселені қойды. Меніңше бұл өте орынды, және оның өзекті мәселесі бәсекені дамыту болу керек. Рахмет. Жаңаға осы жиында айтты ғой президент, жаңа құқық мәселесін прокуратурамен ақылдаса отырып реттеуге болады деді. Яғни антимонополияға үлкен жағдай жасауды. Сіздің пікіріңіз осы оқиғаға байланысты, осы кеңеске байланысты? Мемлекет басшысының айтқанысына қауіпсіздік кеңесінде тарифтерді, коммуналдық саладағы тарифтерді құру бойынша сыны әділетті. Және де бұл аталған салада уәкілетті орынға ауыр әсерін тигізді, бақылаудағы ауыр әсерін тигізді. Және осы бойынша елбасының тапсырмасын орындау үшін 9 қарашада вице-министр Серік Жұманғарин кісінің басшылығымен аумақтық бөлімшелермен, жаңағы антимонополный департаменттермен кеңес өткізілді. Кеңесте егжей-тегжейлі жаңағы прокуратураның ұйғарымдарын талқыладық. Және сол кеңестің нәтижесі бойынша вице-министр аумақтық департаменттерге тарифтерді түсіріп, және халыққа ертерек жеткізуді тапсырды. Яғни нақты тарифтер түседі, яғни нақты бір шұғыл шаралар қолға алынды дейсіз ғой? Шұғыл шаралар қолға алынды. Рахмет, Ақтілеу. Бауыржан аға. Мен енді бұл жерде сіздердің көңілдеріңізді мына бір мәселеге аударғым келіп еді. 30 бәсекелес дамыған елдерде осы монополияға қарсы көрсетілетін қызмет түрлері немесе тауар түрлері, су, газ, электроэнергетика, жылу, байланыс, олардың барлығы заңдық негізде шешіледі. Мысалы, мен Японияда оқып жүргенде қызмет жасағанда, немесе конференциялардан Америкаға, Германияға барғанда, мен ол кісілердің азаматтық кодексін көрдім. Азаматтық кодекс бұл өзі 2 бөлімнен тұрады. Біреу жалпы бөлім, екінші ерекше бөлім. Сол жалпы бөлімде кіріспе сияқты негізгі түсініктер беріледі, ерекше бөлімде осы мүлікті қатынастар қарастырылады. Сол жерде электроэнергетика саласына арнайы бір тарау бар. Сол тарауда мына қатынастардың бәрі тәпіштеп жазылған. Сумен қамтамасыз ету ол да өзінше бөлек. Мысалы, Жангелді аға айтқандай, ол жерде бәсекелік орта болмағаннан кейін заңменен қамтамасыз етіліп, осы заңның аясында шаралар қолданып, бұл сұрақтарды шешуге болады. Себебі бұл бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер, мына әлемдік дағдарыс болып жатқан уақытта халыққа әсіресе осында күнделікті қажетті осы қызмет түрлерін, тауарларын пайдалануда бағаның еселеп өсуі өте ауыр тиіп жатыр. Сондықтан мен елбасын түсінемін, мынау сіздердің жасап жатқан шараларыңыз, орысша айтқанда саботаж дейді ғой, жаңа осыған қарсы немесе жауапкершілікті сезінбегендеріңіз деп. Сондықтан мен ойлаймын, осы заңдардың осы заңмен қамтамасыз етумен қатар тағы да шаралар жүйесі, 20 шақты шаралар жүйесі, экономикалық, экологиялық мәселелерді толық қамтитын ресурсты, инфрақұрылымдардың бәрін қатынастары жазылған осындай жүйелі заң кодексі керек сияқты. Және бұл заң кодексі 20, 30, 50 жылға дейін қолданысты болып өзгермейді болу керек. Себебі бізде бір ауыр сұрақ пайда болып қалды ма, мәжіліске көктемді алып барады, жаңағыдегі мына жағдай өзгергеннен кейін күзде барып тағы ауыстырып отырады. Олай жасауға болмайды. Яғни заңның тұрақтылығы керек, және осы заңның тұрақтылығының аясында
осыны жүзеге асыратын монополист компанияларға өкілеттілік берді ме, сонымен бірге тағы да жауапкершілікті де сезіну керек бұл азаматтар. Нақты ойын ережесін бекітіп алуымыз керек дейсіз ғой. Иә. Болат Талғатұлы, сіздің алып қосарыңыз осы мәселеге байланысты. Кеш жарық. Өздеріңізге белгілі электроэнергетикасы электроэнергетикасы туралы заңға сәйкес жалпы энергетикалық жүйе сауда нарығы 3 бөліктен тұрады. Ол өндіруші, таратушы және жабдықтаушы. Ол тарифтік саясатқа байланысты энергетика министрлігінің уәкілеттілігінде энергия ұйымдастырушы ұйымдарға шекті тарифті бекіту. 2009 жылы өздеріңізге белгілі 2009 жыл мен 2015 жылдар аралығында шекті тариф бекітілген болатын. Ол тарифті инвестицияға ауыстыру. Ол не мақсатпен бекітілді? Біріншіден 2008 жылы бүкіл Қазақстанның энергия өндіруші ұйымдарының тозуы 80%-ға тозуы жетті. Соған жетуіне байланысты және мемлекет сол компанияның құрал жабдықтарының жаңағы тозуы және моральдық физикалық тозуы және жаңа бағдарламалар қабылдануға үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламамыз бар. Сол бағдарламалар қабылданғалы жатты. Одан кейін тұтынушылардың көлемі өсе бастады. Сол үшін жаңағы бағдарламаны бүкіл электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан осындай саяси шешім қабылданды. 2008 жылы Павлодар қаласында президенттің тапсырмасына байланысты тариф, осы шекті тарифті, осы тариф мәселесін қолға алуды тапсырды үкіметке. Сұрайын, шекті тариф дегенде біздің көрермендерге түсіндіре кетсеңіз. Шекті тариф деген не бұл? Шекті тариф дегеніміз ол электр энергиясына қойылатын тариф, оның ішінде өзіндік құны электр энергиясының және бүкіл Қазақстандағы әрбір электр станциясының өзінің стратегиялық жоспарына байланысты қандай модернизацияға, қайта жаңартуға тәуелділігін анықтай отырып, белгілі бір мөлшемде инвестициялық тариф үстінен жоғары. Яғни өндірісті жаңарту үшін кішкене жаңағы тұтынушылардан алатын төлемді көбейтеді. Сол бағдарламаның шеңберінде 2009 жыл мен 2015 жылдар аралығында бұл өндіруші салаға 1 триллион 52 миллиард 204 миллион қаражат бөлінді. Ол яғни ол 3000 мегаваттқа жуық қуатты енгізуге мүмкіндік берді. Және жаңағы айтып отқанымыз физикалық және моральды энергия өндіруші ұйымдардың тозуы 80%-дан 50%-ға жуық түсті. Негізгі қондырғылар. 80%-дан сонда сіздердің жөндегендеріңіз бұрын 80% тозыпса, қазір 50%-ға дейін соны азайтты. Жаңғелді аға, несі берді ме бұл, нәтижесін берді ме? Оның нәтижесі болған жоқ. Неге дейсіз ғой? Өйткені бұл түскен ақшаны олар жаңғыртуға немесе амортизацияны жаңағы толықтыруға жұмсаған жоқ. Ол көбінесе басқа қосалқы өз әрекеттеріне жұмсалып жатыр. Меніңше бұл жерде мынандай мәселе. Табиғи монополияларды міндеттеу керек. Міндетті түрде банкіден олар амортизациялық қор ашып, сол арқылы амортизациялық төлемдерді жинақтап отыру керек, және оны қадағалау керек. Аяғында ол барып, негізгі қондырғыларды, басқа негізгі капиталды жаңғыртуға жұмсалу керек. Біз инвестиция дейміз. Жалпы инвестиция екі бөліктен тұрады. Біреу амортизация, қалпына келтіру қоры. Екінші жаңа инвестиция. Біз көбінесе жаңа инвестицияның соңындамыз. Тікелей шетел инвестициясы, анау инвестиция, мынау инвестиция. Ал амортизация қайда кетіп жатыр? Тіпті мына шағын орта бизнесте түсінбейді оны амортизация дегенді. Олар түскен табысының барлығын машиналардан алатын, ал станогы сол күйінде, ескірген күйінде ескіре береді. Біздің бүкіл жалпы ескіруіміз 80%. Сондықтан да техникалық саясат қолдану керек. Техникалық саясат мысалы шетелде 3-5 жыл сайын толық жаңғырып отырады техникалық парк.
Бізде анау 50 жыл тұрған станоктар әлі жұмыс істеп жатыр кейбір кәсіпорындарда. Ендеше бірінші кезекте техникалық саясат керек, екінші кезекте табиғи монополияларды міндеттеу керек, амортизация жинақтауды. Оны қадағалап отыру керек. Міне станогы бар ма? Монополистерді, табиғи монополистерді. Сонда олардың негізгі капиталы 80%-ға дейін ескірмейді, тозбайды. Ол жылда жаңғырып отыру керек. Ненің есебінен? Амортизациялық қордың есебінен. Бұлар амортизация қор жасамайды, төлем жыл сайын жасамайды. Содан кейін ненің есебінен оны жаңғырту керек? Әрине, жаңағы амортизацияға байланысты бір пікірімді айтып жіберсем. Жаңағы қаражаттың арасында 1 миллиард, 52 миллиард деп жаңағы айтқан қаражаттың арасында амортизация мен жаңағы белгіленген. Соның ішінде амортизация да бар. Соның ішінде. Жоқ, дегенмен де қор жинақтау жоқ қой. Жаңағы жөндеуге, жаңғыртуға қаржы жұмсалды. Тетігі жоқ оны. Оны қадағалайтын несі көрсеткіші жоқ. Ол міндетті түрде әрбір өзінің несіне негіз капиталға есеп ашу керек. Қор амортизациялық. Әрбір Жангелдаға енді жаңа тәсілін айтып тұр ғой. Бұдан ары қарай не істеуіміз керек дегендегі бір бағытты айтып тұр. Жангелді мырзаның айтқан әңгімесін жаңартқым келіп отыр, маған ұнап қалды. Бәсекелік ортаны құру керек деп. Барлығыңызды естеріңізде, мына интернеттік байланыс қызметін аларда бізде нарықта тек қана Қазақ Телеком ғана бар тұғын. Сол уақытта біздің барлығымыздың мына қолданылатын сотовый телефондарымыздың бағалары мына 30 экономикалық дамыған елдердің тарифтеріне қарағанда 3-4 есе қымбат екен. Көрдіңіз бе? Кейін нарыққа, кейсел, басқа да интернет байланыс көрсететін, немесе мынау қалталы телефонмен жұмыс жасайтын байланыстарды көрсететін компаниялар кіргеннен кейін бағалар өздігінен түсті. Бәсекелестік орнады. Бәсекелестік орнады да, негізгі қолдарды жандандыру, олардың өздерінің күнделікті мәселесі болып қалды. Яғни нарықтық үрдіс жасап, жұмыс жасап жатыр бұл жерде. Бірақ бізге жаңағы бір көңілді әр уақытта алаңдатып отыратын мына жаңағы газ, су, электроэнергия, жылу берудің барлығы бұл монополистердің қолында. Сондықтан бұл кісі айтқандай жаңағы нарықтық жаңағыдегі тетіктер жұмыс жасамаған жағдайда заңның аясында міндетті түрде осы тетіктер жаңағыдегі бұлжымастай жазылып, көрсетіліп, ол күнделікті өмірде жүзеге асырылып отыра беру керек. Бұл елбасының жұмысы емес. Бұл күнделікті өзіміздің мына Қазақстан экономикасында қазақ халқына, азаматтарға мына қызмет көрсетуде күнделікті тұтынатын тауарлардың қол жетімділігіне көңіл аударуымыз керек. Және сол бағытта біз жаңа айтқан шаралар жүйесін жүзеге асыра отырып, заңменен бастап, ресурспен қамтамасыз етіп, инфрақұрылымға көңіл аудара отырып, күнделікті өмірде қолданылып отыратын үрдіс деп ойлаймын. Амортизация жайында. Осы жерде мен қосарым бар. Енді бұл жерде, егерде шетелдің тәжірибесін қолданып жатырмыз ғой, онсыз қалай болады? Егер шетел тәжірибесіне көңіл аударсақ, 4-ші билік сіздер. 4-ші билік әрқашан қайда не болып жатқан жаңағы президентімізден бұрын сіздер баяғыда жариялап шығару керек. Жариялық негізде, да? Енді келесі мәселе. Кінәнің бірінші бізде дейсіз ғой. Енді мынау тарифтерді алайық. Тарифтерді бірінші кезекте монополист тек қана монополисті реттейтін жаңағы ұйымның немесе комитеттің несімен ғана, келісімімен ғана жасайды. Әуелі ол оған заявка дейді, ұсыныс береді. Осылай көтеруіміз керек деп. Ол содан кейін зерттейді, қандай өзіндік құны қандай 90 сайында заң деген бойынша. сияқты. Сол кезде кім араласу керек? Бұқаралық ақпарат құралдары. Оны жария қылу керек. Жұрттың бәрі судың бағасы көтерілейін деп жатыр деген сияқты. Сол кезде мамандар араласу керек, оны талқылау керек. Міне осындай мінберде мысалы талқыласақ, электроэнергиясын көтерейін деп жатыр Астанада. Қаншаға көтерейін деп жатыр? Неге? Сол кезде мамандарды араласуы мүмкін. Есеп шоттарымыз біз алып келіп осы жерде жария қылуымызға болады. Ақтілеуге Жаңағы амортизация бойынша айтып кетейін деп едім. Жаңағы амортизация ол инвест бағдарламаларға жұмсалған кезде, инвест бағдарламаларға, яғни ол ағымдағы жаңағы станоктар, трансформаторлар,
содан жинақталатын қор ол. Бізге тағы да тұтыну көлемі үлкеюде, ел дамуда, сондықтан жаңа электр желілері керек болады құрылысын жүргізуге. Соған қосымша жаңағы инвестициялар тартамыз. Сырттан. Иә, сырттан. Ал амортизация жаңағы айтқан, бұл жаңағы инвест бағдарламаларды толыққанды қамти алмайды. Жоқ, инвестиялық бағдарлама жөнінде емес, тұратыр. Біз не деп отырмыз? 80%-ға неге тозды? Ол неге уақытында жаңғырып отырмады? Ол жаңа инвестицияның сөз жоқ. 50%-ға дейін төмендеттік деді ғой, төмендеттік. Осы жерде бір айта кететін жайт, жаңа елбасының өзі де әсіресе соған үлкен көңіл болды ғой. Мына тарифтердің орнына инвестиция деген. Ол кісілер айтты, мына негізі қондырғыларымыз ескіріп қалды. Ол шын мәнінде солай. Бұл тек қана электроэнергетика емес, сумен қамтамасыз ететінде барлық монополиялық жаңа тетіктерге қатысты салалардың барлығының моральдық физикалық 70-80% барлығы ескірген. Ол рас. Осы жөнінде елбасы айтты, сіздер сұрағаннан кейін, мына жаңа негізі қондырғыларды жаңағыдегі жандандыру үшін сұрағаннан кейін, біз сіздерге жаңа үкім шығардық. Тарифтер оның орнына инвестициялар. Яғни сіздер инвестицияны тартып, осы негізгі қондырғыларыңызды жаңарту мақсатында сұранған едіңіздер. Біз соған рұқсат беріп, сіздерге есе көтеруге рұқсат бердік. Бірақ нәтижесі қандай? Көріп отырсыз ғой, бүгін мысалы Астанада бір электроэнергияның 1 киловатты қандай баға? Бұл ұят емес бұл. Халықтың орта жаңағыдегі жалақысы қанша, ал электроэнергияға төлейтін төлемі қанша. Оның қасында сыртында газ бар, сумен қамтамасыз ету бар, коммуналдық қызметтің түрлері көп қой. Пәтер кооперативтері бар, пәтер иелері бар. То есть бұл бүгінгі таңда айқайлап тұрған сұрақ. Ол кісі тек қана мына электроэнергетиканы мысал ретінде ғана көрсетті. Қалған салалардың бәрінде осы сұрақтардың барлығы бар. Өзекті сұрақ бүгін. Жаңа біз Ақтілектің ойын аяқтатпадық ау деймін, көкейкесті сұрақ. Жаңағы инвест бағдарламалары бойынша бізде тарифті бекітпей жатып, жария тыңдаулар өткізеді. Жаңағы бұқаралық ақпараттарды тарта отырып, және мәслихат депутаттары жергілікті атқарушы органдардың қатысуы арқылы, кәсіпкерлер палатасының қатысуларымен, және тұтынушылардың қатысуларымен жария тыңдау өткізеді. Тарифті көтермес бұрын. Ақтілеу Балғабек, дәл осы жерде кішкене біздің де бұлай біз нақты мысал айта алмаймыз. Рас, президенттің өзі айтты ғой, формальды түрде өтпесін деді. Формальды түрде өтпесін. Формальды болып кетті. Жангелді Мырзаның айтып атқан тағы да жандандырайын, елбасының өзі де айтты ғой. Мына сұрақты шешерде жаңа көздерін, жаңа тетіктерін табыңдар деп. Соның ішіндегі бір тетік ретінде мына қоғамменен кері байланыс болсын деп. Мінекей сізден енді сізге сөз берейін деп тұрмын. Тосып отырмыз, мен негізі бұл мәселе істеп тұр. Негізі бұл мәселе кім үшін, тұтынушы үшін мәселе, бұл көтеріліп жатыр жалпы. Мен айтайын, 3 мәселеге тоқтап кетейін дегем. Бұның айтып атқан бәрі де дұрыс. Бірақ бұл жай ғана сөз. Нақты заң қатал болмай, нақты заңға жауапкершілікке тартылмай, монополистер ештемеде өзгермейді. Бұл айтайын дегенім бір. Біз 12-ші заңға өзгерістер болу керек. Бүгін былай қарап отырсақ, біздің елдегі, мысалы, мынау кәсіпкерлердің әр елдің өзінің бір сондай бір несі болады енді. Менталитет деймі, бүгінгі күні біздің мынау өкінішке орай дамыған елге қосыламыз дегенде қауіпсіздік себебінен бірақ шықтық. Ол бүгінгі бұны жасап отырған кім? Бұны бүгінгі жасап отырған санасыз, яты жоқ, не құдайдан, не заңнан, не президент қорқпайтын кәсіпкерлер. Қараңыздар, біз 12-ші жыл бұл мәселені көтердік. Мен бүгін шақырған дайындалып отырдым. 12-ші жыл біз общественное слушание өткіздік. Дөңгелек үстел өткіздік. Оның қорытындысын, резолюциясын елбасына да неге жібердік, министерствоға жібердік. Бұл мәселе негізі, мынау конкретно қазір Астана Энергосбыт айтып кететін болсақ, бұл бір күні, біздің вообще бұл күні, бұлар жай ғана непродуктивный посредник, кассир сияқты, ол ештеме дамытпайды. Мынау электроэнергия дамытатын өзі мекеме бар, тұтынушы бар, олардың ортасындағы. Сонда қараңыздар, ақша все равно кетіп жатыр соларға Астана Энергосбытқа. Сондықтан бұл бір айтайын дегенім. Екінші айтайын дегенім, жаңа айтып жатыр, дамыған елдер, Европа, Орта Азия деп.
95 жылы мынау біздің менде правительствода не болды, межведомственная комиссия болды, білетін болсаңыздар. Тұрсын Бәткенқызы, бір ауыз сөзіңізді бөлейін, жаңағы Астана Энергосбитке байланысты сіздің айтқаныңызға. Бүйдейді, мәселен Астана Энергосбит энергияны бір компанияны сатып алады, өзі әкеледі, өзі сатады. Сататын Павлодар Энерго, тасымалдайтын Павлодар РЭК және сататын Астана Энергосбит. Барлығы бір монополияда, бір алпауыттың қолында дейді. Осы рас па? Рас. Қазір жарнама, содан кейін осы әңгімені жалғастырамыз. Бұл мінбер хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Жаңағы үзілген жерден жалғайық. Тұрсын Бәткенқызы. Сіз 3 мәселе дедіңіз, соның біріншісі заңда айттыңыз. Қалған 2 мәселе. Екінші айтайын дегенім, жаңағы айтып кеттім ғой, 95 жылы ондай комиссия болған негізі. Межведомственная комиссия, оны атқарған премьер-министр. Бүкіл министерство соған кіреді, ол межведомственная тұтынушылар құқығын қорғау комиссиясы болған. Сондай комиссия бүгін құрастыру керек. Неге десеңіз, бағана айтып өткен жаңағы антимонопольный комитеттің бұлар қазір құқықтары шектеулі. Негізі құқық шектелгенде бұлардың қолына ештеме келмейді расында да. Оны білет, монополиялар білет, санасы кәсіпкерлер білет. Білет біздің заңды бүгін Қазақстанда тұтынушылар құқығын қорғау мәселесіне байланысты заңдардың бәрі түссіз екенін білет. Жауапкершілік деген өте төмен, айыппұл дегеннің өте төмен. Сондықтан айтып кетейін дегенім, жаңағы комиссия құру керек міндетті түрде, пока мемлекеттік бір орган болмай тұрған кезде. Ол комиссия, ол тек қана тікелей органдаралық. Оның ішінде тұтынушының мәселесі. Неге десеңіз, бүкіл елдер бүгін оны түсінді, сезді. Тұтынушының мәселесі ол стратегический мәселе. Россияда уже бағдарлама қабылданған, жоспар 2023 жылға дейін. Ол 2 айтайын дегенім. 3-ші айтайын дегенім, жаңағы біз білеміз, мынау тек қана үкіметтен құйылған ақша емес, жалпы тұтынушы біздің елде ол инвестор. Неге тариф көтерілген сайын, ол тұтынушы инвестор. Біз инвестор болдық па? Біз 12 жыл айттық. Инвестор болдық па? Онда бізге халыққа зачет беріліп отыру керек. Ақша қайда кетіп жатыр? Ештеме жөнделмеген, бір трубалар жөнделмеген. Ол негізі тариф дегенің тек қана тарифтің көтерілген емес. Мынау қараңыз, анау трубалар ескі. Анау жылы бетіге далаға кетіп жатыр жылылар, шам тоже солай болып жатыр. ОДН деген бар, жаңағы құдай білет, жаңағы звондап жатқан ОДН жөнінде Астана Энергосбит деген. Мысалы, оны ешкім зерттеп жатқан жоқ, оны ешқандай қорытынды жасалып жатқан жоқ. Оның бәрін негізі мына тұтынушы мәселесін ең бірінші қорытынды жасап, ең бірінші зерттелу керек. Одан кейін қорытынды жасалу керек. Сосын барып жоғары көтерілу керек. Оның ішінде бәлен жыл міне айтып отырмыз ғой, уже монополия қай жылы біздің елімізде бар. Бір мысалы депутат, бір не бұны мәселе көтерілген жоқ, бір монополист жауапқа тартылған жоқ. Жауапқа болды ма ондай? Айтыңызшы, не сотқа? Біз сотқа 3 неге бердік. Су арнасына бердік, теплотранзитке бердік, Астана Энергосбитке бердік. Үшеуінде де біз ұтылып қалдық. Неге десеңіз, біз үкімет емес ұйымбыз. Біздің құқығымыз өте шектеулі. Сонда қараңыздар. Бүгін заңның тіссіз болғаны. Тұрсын Бәткенқызы, түсінікті. Сіздің 3 мәселеңізді. Бірақ біз монополистерді жеңілген көру, бірақ монополистердің бір-бірімен соттасып жатқанын естіген біз негізі. Қазір телефонмен хабарласып тұрған көрерменіміз бар екен. Мүмкіншілік болса қосып көрсек. Алло. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Алло. Айта беріңіз. Кешір, саламатсыздар. Аты жөніңіз? Менде 2 сұрақ. Қалжан Ниязбеков, Қалжан Тайжанович. 2 вопрос. Бірінші вопрос, мынау Астана Энергосбиттің 2 тариф болған. Первый, второй, третий, тарифтер. 2-ші тарифті алып тастады, 2-шіні алып тастады. 2-ші сұрағым, менде бұл Энергосбитпен 2 жағдай болды. Бұдан 6 жыл бұрын 38 мың ақша қайтардым, биыл 170 мың теңге қайтарып алдым. Оның себебін айтайын сізге. Мына олар үйдегі тұрған счетчикті столбының басына қойды. Мен оны ректің бастығына кіріп айттым, замына вице. Сіздің қолыңызда қандай құжатыңыз бар, кімнің рұқсатымен үйдегі счетчикті столдың басына қойдыңыздар, халықтың дедім. 3 сағаттың ішінде үйіме әкеліп қойды счетчик. Менің көшемде, міне Слеті көшесінде барлық столбының басында тұр счетчиктер. Единственный менің үйімде счетчигім үйде тұр. Бұны қалай түсінуге болады? Сонда айтып тұрған себебім, бұнда анау счетчиктің өзі, оказывается, сонда комиссияны біз счетчик снимать етсек, күндік сағат 2-де снимать еттік счетчиктегі. Столдың басына шығып монтер айтады, сағат қанша деп сұрады анадан. Түнгі сағат 12 дейді. Сонда көрдіңіз ба? Счетчиктің өзі сбой кетті. Сіз сағат 11-де қосатын болсаңыз, ол күндізгі тарифпен көрсетеді.
Сонымен ойдағында не керек? Бұлар маған 170 мың кешірім сұрап қайтарып берді. Енді мен үшінші бүгін келіп тұр қағаз тағы да 82 мың ақша дейді. Кеше енді энергосбытқа барып қайдан келді? Үшіншігім үйде тұр, 30 мың төлеймін айына. Бірден 82 мың қайда болды десем, Астана Рекка бар дейді. Мен үшінші рет енді менің қолымда бағы материалым бар. Бәрін доказать еткем, экспертизаға апарғам, учетчикті тексерттім. Олар бір жыл емес, маған 5 жылдық нені есептетіп, 170 мың теңге қайтарып берген. Міне осындай жағдай. Рахмет. Рахмет. Енді бұл жерде жаңағы жекелеген адамның оқиғасы. Тұтынушының оқиғасы. Кім жауап береді? Сұрақты тағы да дұрыс түсінбей қалдым. Бұл жерде екі тарифті айтып тұр. Неге екі тариф деп айтып тұр? Үш тариф не үшін алынып тасталды? Күндізгі неге кешкі? Және жаңағы есептеуіш қондырғының неге міндетті түрде сыртта тұруы? Сыртта тұруы және түн ішінде келіп соның жазып. Күндізгі жаңағы по зонам суток дейді ғой, жаңағы тарифтер. Мен айтып кетейін оны. Ол энергия деген ол товар сатып алатын. Оны тұтынушы қанша мөлшер сатып алады, сонша ол төлеу керек. Ана тұтынушы счетчик тексеру деген ол құқық бұзылған. Ол бүгінгі күні қазір осы мәселе көтеріліп жатыр ғой. Міндет тура прокуратураға барсын. Не болмаса бізге келсе, біз олар сотқа береміз, мысалы Астана Энергосбытты. Бүгінгі күні осы жағдайда надо воспользоваться и прокуратураға жазғызу керек. Неге десеңіз, ол құқық тапталған. Жеңіп шықтым деп тұр ғой, жеңіп шықтым деп тұр ғой. Яғни өзгелерге бұл жерде анау күндізгі тариф пен түнгі тариф арзандау, бірақ орын ауыстырып жүрген. Жаңағы қағазда орын ауыстырып. Әрине. Ол жаңағы тариф по зонам суток жаңағы осы 2017 жылғы 11 шілдеде заңнама электроэнергетикасы заңнамасында өзгерістер енгізіп жойылды. Себебі неге жойылды? Себебі мысалға күндіз жаңағы кешке жаңағы түнде қолданатын 3 тариф болды ол кезде. Кешкі тариф ең үлкен тариф. Ең үлкен тариф болды. Ал түнде ең арзан тариф болды. 4 теңге, 5 теңге сондай тариф болды. Ал түнде қолданатын тариф тұтынушылар жаңағы нан пісіретін немесе кондитерлер, соларға ол тиімді болды. Ал ол басқа халықтарға, тұрғындарға ол тиімсіз болды. Кешкісін біз үйге барамыз, бәріміз светті қосамыз. Сол кезде ең тариф жоғары тариф кезде бәріміз жаңағы сол электроэнергиясын солай қолданамыз. Бұлайша айтқан кезде біз түнде жұмыс істейтін жаңағы түнде қолданатын тұтынушыларға біз ақша төлеп отырдық. Бұлайша айтқан кезде соның есебінен анализ жүргізіп, сол анализ көрсетті, что жаңағы зональный жаңағы тариф қажет емес екендігі. Рахмет. Енді мен жаңағы сұрақ қойғым келіп отқаны. Мынау үлкен осы жиыннан кейін министрліктер нақты қандай шараларды қолға алды? Айтып бере аласыздар ма? Әрине. Жангелді ағаның айтқан жаңа тетіктер бойынша, президенттің айтқан несі бойынша мен бір ауыз тоқталып өтейін, сол қысқаша. 2019 жылдан бастап, 1 қаңтарынан бастап қуат нарығы заңы, механизмі күшіне енейін деп жатыр. Ол біріншісі сол қуат үшін тариф, екіншісі электроэнергиясына тариф. Ол қуат үшін тариф, ол 2015 жылғы станциялардың уәкілетті органмен келісімнің шеңберіндегі инвестициялар көлемі 1 мегаваттқа өзінің құны бар, бекітілген. Электроэнергиясына тариф, ол 1 киловатт электроэнергиясын өндіру үшін өндіретін шығындардың амортизация дейміз, топливо, одан кейін барып жаңартылатын энергия көздерінен сатып алатын бүкіл шығындардың бәрі соның көлемі бойынша тариф бекітіледі. Енді осы қауіпсіздік кеңестің қорытындысы бойынша министрлікпен жедел түрде іс-шаралар қабылданып жатыр. Қазіргі таңда министрлікте кесте бекітілді. Энергия өндіруші ұйымдар құжаттарын 2019 жылға электроэнергиясына тарифті бекіту үшін құжаттарын тапсыруда. Және министрліктің қазіргі сараптамасы бойынша электроэнергия өндіруші ұйымдардың тарифтері өспейді. Кейбір өндіруші ұйымдар үшін тариф төмендеуі де мүмкін. Арзандауы мүмкін. Ал бұл жаңағы заңның
заң ол жаңағы тұтынушылар үшін ешқандай әсер етпейді. Қалай бұрын есептеуіш құралдарымен қалай төлеп жатты, солай төлейтін болады. Ештеңе өзгермейді, тек қана кішкене сәл-пәл жақсылықтар жасалуы мүмкін. Жаңа тетіктер. Дамир мырза. Алдынан және айтып отырған мәселелерге қатысты біздің комитет жағынан тарапынан осы елбасының тапсырмасын орындау мақсатында, сонымен қоса жаңа атап айтып отыр ғой, бақылауды күшейту табиғи монополия субъектілерінің қызметіне, сонымен қатар тұтынушылармен кері байланысты күшейту үшін комитетпен қазір қолданыстағы заңнамаға толықтырулар дайындалды. Сол толықтырулардың ішінде атап айтатын болсақ, біріншіден субъектілердің өтініштері тарифтерді өзгерту туралы электрондық түрге көшірілді. Бұл мәселені уже e-монополист деген база жүйесі қолданып, қазір 1 шілдеден бастап ағымдағы жылдың қолданысқа енгізілді. Бұл да бір көмек, себебі тұтынушылар құжаттарға өзінің есептерін тексере алады, болмаса материалдармен таныса алады. Сол арқылы қосымша тағда өтініштерді қарау мақсатында тұтынушылар жария тыңдауларға қатысады. Сол себепті алдын ала материалдармен танысады. Бұл да қосымша ашықтықты көрсетті. Екіншіден айтатын тағда табиғи монополия субъектілерінің тарифтерінің орындалу туралы есептерін, болмаса инвестициялық бағдарламаларын бағалау үшін әлеуметтік мониторинг ұйымдастырылып отыр. Бұл да бір өз жағынан қазір нақты уақытта табиғи монополия субъекті не істеп жатыр, қайда жұмсап жатыр және қаражаттарын тексере алатындай жылына 4 рет осындай мониторинг өткізіледі. Бұл да бір көмек. Дамир, яғни жариялылық күшейіп жатыр деп қосымша айтыламыз ғой. Қазір тағы да жарнамаға кезек берейік, содан кейін қорытындылаймыз. Бұл мінбер хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Қорытынды бөлігіне көштік. Айдос Нағмеддинұлы Дәрібаев, бүгінгі атқарылып жатқан шаралар туралы қысқаша айтып өтсеңіз пікіріңізді. Енді мен айтқым келіп отқаны, шекті тарифтің іске қосылған кезінен бастап біздің ел электроэнергия тәуелсіздігіне жетті. Өйткені 2008 жылы дефицитке соқтырар жағдай болды. Ол кезде біз электроэнергияны импорттайтын болсақ, ол әрине баға қымбат болып келетін еді біздің елге. Ал қазір біздің электроэнергия қуаты 3000 мегаваттқа жоғары артық профицит бар. Соның арқасында біз тәуелсіз электроэнергетика жағынан елміз. Ендігі жағдай біздің алдымызға қойылып жатқан энергетика министрлігінің алдына қойылып жатқан жағдай, ол қайттан тарифтарды қайта қарау, жоғарылатпаудың мәселесін жасау және станциялардың бағаларын қайта қарап, жаңағы жоғарылатпау, кейбір станцияларды төмендету. Біздің қазіргі алдымызға қойылған мүмкіндігіне арзандату. Біздің алдымызға қойылған мақсат сондай қазір. Осы жиналыстан кейін осындай шараларды қолға алып жатсыздар шұғыл түрде. Ақтілеу, кешіріңіз, Балғабекұлы, жаңағы министрлік қандай шаралар атқарып жатыр осы жиыннан кейін? Өзім айтып өткендей, жаңағы аумақтық департаменттерге тапсырма берілді. Анықталған, жаңағы прокурордың ұйғарымында анықталған фактілер бойынша тарифтерді төмендету және халыққа оны жеткізу. Атқарылып жатқан жұмыстарда жеткізу. Осы айдың соңына дейін. Одан кейін айта кететін бір жай, осы 12 қарашадан бастап жаңағы қоғамдық қабылдаулар өтеді барлық облыстарда. Сол қабылдауларда жаңағы халықтардың ұсыныстарын немесе шағымдары тыңдалады. Соның қорытындысымен керек болған жағдайда сол жаңағы субъектілерге жаңағы кезектен тыс тексерістер жүргізетін боламыз. Енді тағы бір сұрақ, мынау жаңа қысқа нұсқа жауап берсеңіздер, уақыт өте аз. Жаңа Астана-Энергосбыт секілді компаниялар осы жиынның алдында қайтарып үлгерді, өздерінің жаңағы артық қайтаратын болып шешті.
компенсация жасап жатыр. Яғни бұрынғы анау Сомалар. бұрынғы сомаларды. Осындай шаралар істе аса ма елді бойынша? Иә, соны қазір ғана айтып өттім ғой. Осы тапсырма берілді. Бағанағы фактілер бойынша, барлық фактілер бойынша біз тарифтерді түсіретін боламыз. Тарифтерді түсіру бойынша жаңағы действующий тарифтерді. Ешкімнің есеп шотына ақша қайттан барып түспейді, ақша түрінде тек тариф тарифтер арқылы жүзінде компенсация жасайды. Иә, компенсация жасаймыз. Жақсы. Өке. Иә, мысалға шекті тариф энергия өндіруші ұйымдар бойынша 2017 жылдың қорытындысы бойынша кейбір евразиаттық компаниясында, ERG компаниясының бір компаниясында 10 миллиардтай ақша инвестицияға бөлінбеген, ол ақша қазіргі таңда тұр. 2018-2019 жылдар аралығында 5-ші энергоблок және 7-ші энергоблок толық реконструкция мен модернизациялаудан өтетін болады. Сол 2018-2019 жылдарға ол ақша жіберілетін болады. Ол ақша ешқандай дивидендке еш жаққа кетпейтін болады. Жақсы. Жаке, не істелуге тиісті? Енді бірінші кезекте біз бәсекені уағыздауымыз керек, бәсекені көтеруіміз керек барлық жерде. Және жариялықты бұдан әрі дамытуымыз керек. Одан кейінгі мәселе тіпті әрбірдесін бұқаралық ақпарат құралдарында бір рубрика ашу керек. Табиғи монополиялардағы шаруа деген сияқты. Өйткені көптеген халық білмейді. Оның сыртында қай монополист қандай ұсыныс беріп жатыр, сұраныс беріп жатыр, қандай бағаны көтерем деп суға ма, отынға ма, неге энергияға ма деген сияқты. Сондықтан да жариялықты жоғарылату керек. Түсіндім. Яғни сіздің ойыңызша жаңағы жүйелі насихаттау арқылы, жүйелі және көрсету арқылы халықтың сауатын ашуымыз керек. Тарифке сонымен қатар мына сөз басында айттық қой, мына лауазымын, өкілеттілігін, құзырын кеңейту керек. Бауыржан, Менен бұл коммуналды қызметті көрсететін салалардың менеджментіне бір көңіл аударсайын деймін. Бұны көңіл аударғанда 4 деңгейде көңіл аудару керек сияқты. Бірінші ол мини тұлға деңгейінде. Яғни әр қазақстандық азамат осы коммуналды қызметті, мысалы, суды пайдаланғанда үнемділікке көңіл аударса. Осы салада қызмет жасайтын маман біліктілікке көңіл аударса, әйтпесе білесіздер, подвалдарында қазір суға толып жатыр. Екінші деңгей мына кәсіпорын деңгейде, мини деңгей деп айтады менеджментте. Бұл салада мына қызмет көрсететін кәсіпорындар инновациялық технологияларды қолдана отырып, тиімділікке көңіл аударса. Мезі деңгейде, аймақтық деңгейде осы облыста акиматтар немесе бұл кісілердің жаңа аймақтық басқармалары сол елде, сол аймақтың ерекшеліктерін ескере отырып, жұмысты дұрыс бағытта ұйымдастыра білсе. Және макро деңгейде мына мемлекеттік басқару органдары осы коммуналдық салаларды дамытудың тетіктеріне республикалық деңгейде көңіл аударып отырса. Рахмет, барлығыңызға рахмет, ойларыңызға, пікірлеріңізге мейлінше ашық жеткізуге тырыстық. Барлығымызда бала күнімізде көбелек келіп, көмпетіп көбігін ішіп ол кетті, жапалақ келіп жалп етіп жарымын ішіп ол кетті, қарға келіп қарқ етіп қалған ішіп ол кетті, сауысқан келіп саңқ етті, сарқыт ішіп ол кетті, қырғауыл келіп қиқусап қырнап ішіп ол кетті деп жалғасатын тәуір тақпақ болатын. Коммуналдық қызмет компанияларының да әрекеті осыған саят. Электр қуаты бар, жылу бар, су бар, пәтер кооперативтердің тағылар. Тариф жоғары болған сайын отбасы бюджетіне түсетін салмақ та ауырлай бермек. Нақты экономикалық негіздемелерсіз тариф өсірілуге тиіс емес деді мемлекет басшысы. Амандық болсын.